Әже, сен білесің ба бұл кім? Айлин, сен отыра ғой, мен саған қазақ өнеріндегі талантты биші қыз туралы айтып берем. Өнер дүниедегі бар жақсылықта қамтылған тамаша туынды. Өнер мен өмірдің байланысы өте зор. Қазақ халқының өнерлі, талантты адамдары өте көп. Соның бірі елімізді әлемге танытқан қазақтың биші қызы Шұғыла Сапарғали қызы. Шұғыла Сапарғали қызының балалық шағы мен жасөспірім кезі өнерге деген сүйіспеншілігімен айқындалған. Ол өнерге деген қызушылығын ерте бастан сезінген. Бірақ би өнері оның жүрегіне ерекше жақын болыпты. Қазақтың көрнекті би мектептерінің бірінде оқып, әртүрлі би стильдері мен техникасын меңгеріп шыққан Шұғыла өзінің шеберлігі мен ізденісі мен үнемі жетілдіріп отырды. Би өнерінде өзіндік ерекшелігімен танылған биші. Ол классикалық және замани биді шебер ұштастырып, сахнада ерекше көзге түсті. Оның орындауындағы би тек техникамен емес, эмоциямен де ерекшеленеді. Шұғыла қазақтың ұлттық биін сақтап, жаңа стильде жаңғыртты. Оның өнері жоғары бағаланып, түрлі байқауларда жеңіс тұғырынан көрінді. Шұғыла Сапарғали қызы қазақ би өнерінің дамуына үлкен үлес қосқан. Би өнерінің жаңа деңгейіне көтерілген өнерпаз. Оның биі тек өнер емес, ол адамның ішкі жан дүниесінің көрінісі. Шұғыла Сапарғали қызының шығармашылығы мен педагогикалық қызметі болашақта көптеген жас таланттарды шабыттандырып, қазақ би өнерінің әлемдік деңгейде танылуына ықпал етеді. Шұғыла өзінің әрбір биімен қазақ мәдениетінің тереңдігін, ұлттық рухтың биіктігін паш етеді. Айлин, сен де осындай жақсы биші болып, өнеріңді халқыңа жеткізіп, әлемге танымал биші болып, үлкен жетістіктерге жетуіңе тілектеспін.